Пісіруді қажет етпейтін, тапада жасалатын керемет торттың рецептін бөлісетін боламын. Жасау жолы өте оңай, бірден жасап ұсынай берсеңіздер де болады. Видеоны соңына дейін толық қараңыздар, және де менің каналыма тіркеліп, сұрақтарыңыз болса комментарий қалдырыңыздар. Міндетті түрде сіздерге жауап беретін боламын. Ең алдымен бізге ыдысымызға жұмыртқаларымызды жарып алатын боламыз. Бізде керекті жұмыртқамыз 3 жұмыртқа керек болады. Осы 3 жұмыртқамыз жарып, және де үстіне осындай бір кәсе секеріміз саламыз. Одан кейін бір кәсе сүтімізді қосамыз, және де бір кәсе сұйық майымызды қосып, барлығын жақсылап блендердің көмегімен араластыратын боламыз. Ендігі кезекте ұнын дайындайтын боламыз. Ұнына бізде бір шай қасықпен қопсытқыш, және де шай қасықпен 2 шай қасықпен какаоны қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Бізде ұнның көлемі 280 грамм болады. Керекті описаниясын мен төменгі сілтемеге жазып кететін боламын. Сол жерден көрсеңіздер болады. Ендігі кезекте барлығын қосып, жақсылап барлығын араластырып алатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай осындай масса болады. Одан кейін мен 3 коржық дайындау үшін кесеге дәл осылай үшеуін бөліп алдым. Міне көріп тұрғандарыңыздай. Ендігі кезекте табағымызды қыздырып, үстіне осылай шөттің көмегімен сұйық майымызды жағып аламыз жан-жағына. Басында бар отта тұрады, одан кейін үстіне құйғаннан кейін орташа отта қойып, бетін жауып, 10 минуттай пісіріп аласыздар. Осылай барлығын құйғаннан кейін жан-жақтарын кішкене осылай барлығын жағып жібереміз. Міне жайып, дұрыстап, тегістеп жібереміз. Одан кейін 10 минуттай пісіріп алатын боламыз. Пісіру кезінде міне массасы дәл осындай болу керек. Ары қарай үстін осылай тексеріп алсаңыздар болады. Келесі бетіне аударудың қажеті жоқ. Міне достар, менде дайын тұр үшеуі. Ендігі кезекте бізде крем керек болады. Мен кремін сливкиден жасадым, және осының ішіне какао қостым. Сливкиден жасау жолы менің YouTube каналымда бар. Көрсеңіздер болады, сілтемесін жоғарыға тастап кететін боламын. Ендігі кезекте дәл тортымызды осылай бірінің үстіне бірін қойып, ортасына крем жағып, әсемдейтін боламыз. Менде әсемдеуге жан-жағына печеньенің уағын езіп, осылай жасап алдым. Ортасына шоколадты құйып жасадым. Міне достар, осылай тортымыз дайын болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Отбасыларыңызға міндетті түрде ұнайды. Жасау жолы өте оңай. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Ас болсын.